Қайырлы күн, құрметті менің алтындарым. Байқағандарыңыздай бүгін сіздермен осындай дәмі әдемі сочный, мощный болатын, сырты қытырлап тұратын қытырлақ лаваштарды жасайтын боламыз үй жағдайында. Байқағандарыңыздай іші кәдімгі сочный болып тұр. Үй жағдайда жасағаннан кейін өзіңіз қалауыңыздай жасай саласыздар. Мен сіздерге ең оңай жолын әрі ұтымды жолын көрсететін боламын. Ең алдымен картошкаларымызды тазартып алып, осылай фри көлемінде кесіп алатын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйде жасаған өте тиімді болады, әрі тойымдылау болады. Осылай картоптарымызды бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Мен неге құпиясы дегенім себебі, мен картоп пен тауық етін екеуін бірден пісіріп алатын боламын. Печкаға салып, еш қиындылығы жоқ, оп-оңай бәрін жасай саласын. Осы арада менің қызым көмекке келді жағаласып. Ал картопты осылай турап аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, оның үстіне ақ майымызды құямыз. Ақ майымыздан кейін мен байқасаңыздар тек қара бұрыш қолданамын. Қара бұрышымызды тұзымды салып алдым. Өздеріңіз тағы да кез келген дәмдеуіштерді салуға болады. Мен бірақ ешқандай дәмдеуіш салмадым. Тұз, бұрыш и ақ май бәрін жақсылап араластырып печкаға дайындап қоямыз. Ал енді тауықты маринадты бастаймыз. Тауыққа маринадқа бізге майонез, кетчуп керек болады. Кетчуптың кез келген түрі. Менде шашлычный, қаласаңыздар лечо, қаласаңыздар чили түрін салуға да болады. Біздің соусымызға да тұзымыз сабаламыз. Өткенде дүкенде осы екі атаны алған едім, но бірақ дұрыс төгілмейді екен. Осындай приправамыз сабаламыз. Мен приправамның беті ашып кеткен екен, шама қатылау болып қалыпты. Керек заттарымыз бәрін салып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Тауығымыздың сыртқы бөлшегін бәрін алып тастаймыз. Неге екенін білмеймін, маған сырты мүлде ұнамайды. Жақсылап жуып, сыртын алып, тазартып алатын боламыз. Тауықтарымыз тазартып алғаннан кейін видеодағыдай кесіп аламыз. Арасына кіру үшін, соусымыз сіңіп, жақсы кіру үшін и таза пісу үшін. Кесіп алғаннан кейін осылай соусымызды жағып алатын боламыз. Тауықтың барлық жеріне тиетіндей етіп жағып алыңыздар. Осылай тауықтарымызды да маринадтап аламыз. Негізі 1-2 сағат көлемінде тұрса өте жақсы. Менікі шамалы асығыстау болғаннан кейін көп тұрған жоқ. Бәрін тез дайындап тастадым. Тауықтарымызды осы есіктің ортасына қоямыз. Оны айналдырып картоптарымызды қойып шығамыз. Екеуін бірден печкаға салып пісіріп алатын боламыз. Ал енді мен тауықтарым салып қойғаннан кейін бізге лаваштың основасын құрастыруға керек болады. Лаваш қамыры мен дайын дүкеннен сатып алдым. Бізде дүкенде осылай 100 теңгеден сатады. И майонез, кетчуп, қиярымыз, помидорымыз керек болады. Қиярды өздеріңіз қалаған көлемде кесуге болады. Мен осындай кестім. Оның еш заңдылығы жоқ. Бұлай кесу керек деп өздеріңізге ыңғайлы етіп кесе бересіздер. Мен осылай қиярларымыз кесіп алдым. Лавашты құрастырудан алдын барлық заттарды турап дайындап алатын боламыз. Мен турап болғаннан кейін помидорды тураймын. Помидорды да өз еріктеріңіз қалай турағыңыз келеді, солай турай бересіздер. Менде үйдің огородтың помидоры болғаннан кейін шамалы сулы, жұмсақ помидор. Сондықтан барынша көлем үлкенде қып турауға тырыстым. Егер майда қып турасам, ол помидор езіліп кетеді. Помидор турап алғаннан кейін жаймен лавашты құрастыруға кіреміз. Ал осы арада мен тауығым мен картоплымды алдым. Шамалы қызарту керек еді, бірақ мен асығыстау болғаннан кейін бірақ пісті деп ала салдым. Сіздер қызартыңыздар, менен сіздерге кеңес. Тауықтарымызды сүйегінен ажыратып осылай ұсақтап турап алатын боламыз.
Картобымыз дайын. Байқағандарыңыздай қызым бір үштігін алып кетті. Помидор, огурцимыз, майонез, кетчубымыз. Ал біз енді лавашты құрастыруды бастаймыз. Жалпы біздің үйдегілер шамалы сушнилау болғанын ұнатады. Яғни майонез, кетчубы көптеу болған. Бір рет жегенге ештеңе қылмайды деп майонез, кетчубын көптеу қылып салып бердім. Осылай слойды өздеріңіз еріктеріңіз. Тауық еті мен помидор салуға да болады. Өздеріңіз еріктеріңіз. Мен тауық еті 2 зат салғаннан кейін майонез, кетчупты жағып, солай құрастырған болатын. Алдымен тауық етін, қиярдан кейін картобымды, сосын помидорымды салдым. Картоп қызыма қатты ұнап қалды, сондықтан тарелкасымен тартып, шетінен жеп бастады. Ал лавашымыздың основасын құрастырып болды. Енді орап шығатын боламыз. Лаваштың бір шетіне саламыз. Осылай орайтын боламыз. Видеода толық көрінген. Сосын лавашты негізі аппаратқа салып алады. Бізде үй жағдайында аппарат болмағаннан кейін осындай печіміздің осындай сымы болады ғой. Соны алып, қызып тұрған печкаға екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. То есть қызартып алатын боламыз. Міне менікі дайын. Осылай печкаға салып алғанымыздан кейін сыртығы деген кәдімгі қытырлап әдемі болып шығады. Ешқандай табаға салудың қажеті жоқ. Кез келген затпен ұсына бересіздер. Біздің үйдегілер қамырмен жеген ұнатады. Ал біздің лавашымыз осылайша дайын болды.